Сәлем достар, сіздермен Құндыз. Мен бұл видеода обида туралы теманы қозғағым келіп отыр. Көбіңе мәлім, обиданы барлық адам айтып бастайды. Обиданы өшіру керек, обиданы алып тастау керек. Бәрі обидаға байланысты. Бірақ оны көбісі біледі. Надо отпустить, надо вот это деген сияқты. Простить дейді, бірақ оны шынайы ішіңіздегі көңіліңізбен жібермейсіз. Көбіне адамдар просто жауып ұмыта салады. Типа ұмытқан сияқты болады да. Ой, мен давно забыла, ой, я про это вообще не думаю, ой, у меня это все нормально. На папу, там, допустим, әкеме ешқандай обида жоқ менің, анама жоқ, үйдегілеріме вообще жоқ, анау мынау деп достарын тағы бір нәрсесін айтпай жүре береді, өздеріне мойындамай. Егер де соңғы видеода мен сіздермен бөлістім, сабақ интенсивті өткіземін, мастер-киті бар адамдарға да, жоқ адамдарға да жалпы подсознаниямен сөйлесу, подсознаниямен дәл қазір проработканы жасап программаңызды өшіру, сол фишкалерді мен арқылы үйренулеріңе болады деп жарияладым. Содан өткен сабақтарға келген адамдардың барлығының көңілі толды. Толуда, келуде баршаңызға ризашылығымды білдіремін, рахмет сіздерге. Және де тыңдап отқан адамдарға құлақтарыңызға алтын сырға, келіңіздер, оқыңыздар, подсознанияңызбен сөйлесіңіздер. Мастер-киті бар адамдарға дәл қазір установкаңызды кетірдіңіз бе, әлде кетпеді ма, өзгертілді ма, өзгертілмеді ма, соның барлығын точно білгіңіз келетін болса, сабаққа жазылыңыздар. Сол сабақтан мен көбіне ақша туралы немесе кредит туралы тақырыптарды қозғадым. Көбіне хабарласқан адамдар, сол адамдар, мысалға, ең бірінші біздің темамыз ол обида болды. Обида неге өте байланысты ақшамен? Обида адамның бағымен байланысты. Егер сіздің жаныңызда обида көп болатын болса, біліп тұрсыз ба, сіз оны білмей тұрсыз ба, әбден үйреніп кеткен шығарсыз да ішіңіздегі обидаға. Көңіл қалу дегенде обидаға жатады. Біреуді сіз жарайды, бұның барлығын ақшаға қалай әсер етіп жатқанын, сіздің финансовый жағдайыңыз неғып дамымайды, негіз қарыздан қарызға малынып жүрсіз, немесе болмайтын кішкене ғана кішігірім бір лотерея болмаса бір сыйлықтар таратылып жатқан кезде неліктен сіз ешқашан ұтпайсыз? Неге? Мысал ретінде шведский столда кусок торт немесе қалаған тамағыңыз, соның барлығын алыстан қарап қоясыз да, адамдар көп болған кезде кезегіңіз келгенде неғып именно сіздің алдыңызда ол бітіп қалады. Неғып сіз қарап тұрсаңыз, үйде күн күшті болып тұрады да, шыға салсаңыз жаңбыр жауып, именно сізбен бір келеңсіз жағдайлар болып жатады. Сондай кездерде неғып сіздің көңіліңіз түседі, оның барлығы обидаға байланысты. Айтып адамның бағын сымала ретінде барлық келіп тұрған нәрсені жауып тастайды. Ал кететін жерден сіз мысалға тесік шелек құсап келген бағыңыз қалай келді, солай ағып жатады да. Енді қалай біз бір тұтас керемет адам боламыз, қалай біздің жанымыздан обиданы кетірген кезде қандай пайда әкеледі? Неғып көп адамдар мен кешіре алмайтын адаммын. Вот сондай нәрсені, вот сен білмейсің маған оны не істегенін, мен оны никогда кешірмеймін. Тағы бір нәрсе деген әңгімелер, ол ондай адамдар, немесе егерде сол адамдардың бірі сіз болып, болмаса сіздің көңіліңіз бар, соны жібергіңіз келеді. Бірақ түсінбейсіз оның түпкі мақсаты неде, қандай пайда жатыр астында. Обида деген ол, былайша айтқанда, мысал ретінде айта берейін, өзімнің түсінігім бойынша, ол құты. Құтыда қалай обида жиналады? Ол обида ол бөлек жиналмайды, обида неден жиналады? Ол мындай ұғымдардан жиналады. Біреуді өсектеу, критика айту, осуждать ету, әңгімелеу, соны, мысалға сіздің ожиданияларыңыз бар да. Мысалға сіздің подсознанияңызда ұғымдар бар.
ер бала, қыз бала, күйеу бала, мама, папа, ата, ағам, інім, тетям, сестренкам, көрші қыз, көрші апа, мұғалімім, семья, ақша, кредит деген әр ұғымды алып қарай беретін болсаңыз, сол ұғымдарды бөлек-бөлек жазып алған программада сіздің өзіңіздің жеке меншік установкаларыңыздың тізімі бар. Ол бөлек әңгіме. Және сізде ожиданиялар бар, сіздің тізіміңіз бар, список бар сізде. Ер бала мындай болу керек, мындай болу керек, мындай болу керек, мындай болу керек. Сосын бүйтсе мындай істеу керек, бүйтсе мындай істеу керек. Сосын ол бүйту керек, сөйту керек. Ол бүйту керек, сөйту керек деген сияқты. Қыз бала, ол мындай болу керек, мындай болу керек, тағы бір нәрсе. Түсіндіңіз, әр адамда, менің тізімім қыз бала деген бөлек болады, сіздің тізіміңіз қыз бала деген бөлек болады. Енді біздің алдымызға бір танымайтын қыз бала келсін. Біз онымен енді танысамыз, істеген қылықтарына қараймыз, айтқан әңгімесін. Сосын немен біз бағалаймыз? Әрине өзіміздің тізімімізбен. Егер де сіздің тізіміңізге жаңа қыз баланың келген жағым, сіздің тізіміңіз галочкамен ұрылатын болса, синхронным типа, болады, галочка, тин-тин, тин-тин деп барлық тізіміңіз ұрылатын болса, сіз жаңағы қызды жақсы көріп қаласыз да, мынау деген жақсы қыз екен деп. Неге? Себебі сіздің тізіміңізге келді. Егер де сіздің ойыңызға, сіздің образыңыз, подсознание қыз бала мындай болу керек дегенге келіспейтін, қарама-қарсы келетін бір қыз келетін болса, айтқан әңгімесі, істеген қылықтары, жүріс-тұрысы, киіну реті, бояну реті, тағы барсе қызығушылығы, барлығы сіздің ожиданияңыз, тізіміңізге келмейтін болса, онда сіз оны көңіліңіз жақпай қалады да, сіз айтасыз, осы моментте осындай тізіміңізге жақпай қалатын адамдар, мысалға, бұл мен келіспейтін қайшымыз деген сияқты қоя қойса екен адамдар. Но біздің көпшілігіміз, біз бетеміз. Бетпей ма? Мынаусы не? Сөйтпей ма? Мынау, короче говоря, разочарование болады. Тізімге келіспей алды ғой. Мысалға, мана тиң-тиң болса, осы жолы сізде таң деп келіспейді. Системаңыз, сіздің миыңыз қабылдай алмай атады адамды. Істеп алған жағы, я не знаю, көк шашы, үстіне жазып алған жазу татулары, тағы да басқа нәрселері. Допустим, сондай адамды социум ондайды не істемейді ғой, қабылдамайды ғой, тем более біздің қазақтарымызда. Біздің өзіміздің қазақылық нелеріміз бар ғой, списоктеріміз бар, ожидание. Солған біздің почему бізде culture шок болады да, допустим, шетелге барған кезде мәссаған, масқара, ойпырмай, мынау деген не, біреулері сұмдық дейді, біреулері цықылдап атады да, біреулері деп ғашық болып ататын. То есть әр адамның өзінің тізімі бар. Сол тізім көп адамда сәйкес келмесе, болмаса жақын адамымызды алайық. Неге мен қазір әке мен ананы аламын да, сосын жаңа бауырларымыз, қандастарымыз, содан кейін туыстарымыз, содан кейін достарымыз, содан кейін мұғалім авторитеттеріміз, содан кейін сөйтіп тізбектер кете береді. Соның барлығында сіздің тізіміңіз келіспей қалса, сіз әкеден бастайық. Көршінің әкесі күшті, менің әкем мына жерінде жақсы ғой, бірақ мына жерінде бүйтсе ғой. Мен мамам деген кезінде оқымаған ғой, сосын бүйтсең, бүйткен ғой. Деген бүйтсе ғой, тудан басталады. Соны тізіміңіз ұрмайды ғой. Сол ұрмаған сайын сіздің көңіліңіз түседі. Көңіліңіз түскен сайын сіз көңіліңіз түсіп үндемей қоймайсыз, сөйлейсіз, әңгімелейсіз, критикуете, осуждаете. Соны мыжисыз, сосын еще өзіңіздің көңіліңізді құртып, жаңаға неге келтіргіңіз келеді. Содан кейін сіз ата-анаңызға сөйлей бастайсыз. Мама бүйтпейсің ба? Мама сөйтпейсің ба? Әке сен неге? Егер батылыңыз барса айтасыз, батылыңыз бармаса, іштей мысленно начинаете бұрқылдаған іске. Сөйтесіз де, оның барлығын істейді. Айттым ғой, обида деген құты деп. Сол құтыға сіздің жаңаға неше түрлі әңгімелеріңіз жиналады.
әр адамға, бірақ ең көп обида, үлкен зор жиналатын ол ата-ана. Неге? Себебі элементарны. Сіз кішкентай кезіңізден көргеніңіз сол, өмір сүретінің адамдарыңыз жақын, күнде көретін адамдарыңыз сол, күнде сіз соларға бүйтпей ме, сөйтпей ме, үйтпейсің бе, сөйтпейсің бе, мынау деген не, анау бүйтіп жатыр, ана мамасы сондай, сен неге бүйткенде сөйткен, анау мынау, короче, бәріңіз түсіндіңіздер да. Сөйтіп күнде жинай бересіз, либо сіз ауызша айтасыз, либо сіз постоянно миыңызда мен никогда мама сияқты болмаймын. Мен никогда папа сияқты мына жерлері ұқсайтын жігітті таңдап аламын, бірақ именно мынаны мен әкем сияқты істейтін нәрсені өйтіп таңдамаймын. Болмаса тағы бір нәрсе, ағам сияқтыны Құдай сақтасын, тағы бір нәрсе. То есть сіңілім бүйткенде, тетям вообще страшный, ана деген мынандай. Ну, то есть сондай критикамен өсіп аласыз, жаңағы обида әбден толады. Сөйтеді сіздің күшті келіп тұрған басыңыздағы бағыңыз сіз арқылы энергияда, былай қарасаңыз, сол сіз арқылы өту керек қой. А сіздің жаңағы обида, мысал ретінде айтсақ, смола сияқты жауып тастайды. Вот почему сізге ештеңе кірмейді де, шықпайды да, бір қатып қалған деградация сияқты бүйтіп бір қалыпта жүресіз. Бір нәрсе істесеңіз де жүріп болмайды. Ол, конечно, смола сияқты нәрсені, обиданы алып тастаңыздар. Обида самый құртатын нәрсе десе, я отпустила дейсіз де, ішін жумайсыз, жаңа смоланы кетірмейсіз, оны кетіруде де қиындау біршама. Бірақ та, не үшін бұның бәрін айтып жатырмын? Бағыңыз жабады. Обида. Келіп тұрған бағыңызды, энергияңызды, неше түрлі возможностьтар, неше түрлі ақша энергия. Ол ақша кіріп шығып жату керек та. Оның барлық жабық. Сосын сіздің асты жағыңыз, сіз жаңа тесілген шелек сияқтысыз. Қанша жақсылық келсе де, келген нәрсе сразу кетіп қалады да. Енді, вообще, мен өзімнің мнением бойынша, өзімнің тілім бойынша айтып жатырмын ғой, обида егерде біздің жанымызда болмаса, онда біз тесік шелек болмаймыз, ол бір. Екіншісі жаңағы смоламен тесілген жердің барлығы ашылады, ол екі. Бағыңыз келгенде, бағыңыз қонады ішіңізге, ол үш. Келген жаңағы сізге возможностьтар, неше түрлі сыйлықтарыңыз барлығы оңай кіре бастайды, себебі сіздің ішіңізде лас жоқ. Енді мен айттым, біреуді, мысалы, даже любой адамды, танымайтын адамды, бір қызды көрсеңіз, мынау не істеп, не киіп алған, мына помадасы да жараспайды, үстінде тыртитып, мынау вообще цвет, ана екеуі ұйқаспайды. Странные, да, люди. Шашын не істеген, анау. Танымайсыз, бірақ бір-екі ауыз сөз айттыңыз ба, болды. Ол кете береді. Ол неге кетеді? Енді қараңыз, подсознание дегеніміз ол біздің жанымыз, Жанымыз деген сөз, частичка Бога дейді ғой. Құдай бізге жан бітірді, дегенде жан бітті дейді ғой. Мысалы, біздің жанымыз ол подсознание. Подсознание, былайша айтқанда, сіз жаңағы частичка Бога дегесін, Құдайдың бір бөлшегі болғасын, сіз былай айтқанда Құдайсыз. Басқа адамдар тура сөйтіп осы өмірге келді. Тура сондай деңгейде сізбен бірге. Екінші Құдай и басқа Құдай. Почему айтады? Я и мир неразделенный. Мен, мысалға, бұл өмірден бөлек емеспін. Барлығы мен деп айтады. Менің айтқым келгені, мысалға, подсознание болып отырсыз, сіздің жаныңыз іштей, жаңаға айтылған сознательно, мимен 3%, естеріңізге салайын, подсознание 97%. Сознание ол жаңағыдай внутренний ребенок, көп білмегендіктен аузына келгенін айтып, істегенін істеп, капризничать жүретін. Подсознаниеміз внутренний родитель, который все знает. Енді қараңыз, сіз әкеңізді алайық. Әкеңізге сіз айтасыз, әкем деген мынандай бүйтсе ғой жақсы болады. Нет, вообще-то мындай болса, мындай бүйткенде, сондай бүйткенде ол сөйту керек еді, бүйту керек еді, сөйту керек еді, сонда басталады. Сонда оның подсознаниясы жаны айтады сіздің жаныңызға. Ты не имеешь права меня судить.
мысалға я Бог, ты Бог, да? Мен де Құдаймын бөлшегімін, сен де Құдайдың бөлшегісің. Екеуміз бір-бірімізге біз сөйтіп жаралғанбыз. Сен либо тоқтат, либо сен маған өзіңнің жаңағы сөзіңді, айтқаныңды, төле дейді. Түсіндіңіздер ма? Төле дейді. Сол кезде басында сіздің энергияңыз көп қой. Вот, жас кезіңізде. Сізге ол келіп кетіп жатыр ма? Қанша энергияңыз қалды, қанша энергияңыз қалмады, тасып асып атқасын, сіз ой деп бере саласыз. Мысалы, подсознаниеңіз сізді бір тоқтатады, екі тоқтатады, болмайды, тағы бір нәрсе, мысалға воспитание бар, анау, бірақ сознательно сіз дейсіз де, қайттан айта бересіздер. Өсек айтуға болмайды, там, біреуді критиковать етуге шаруаң қанша деген сияқты бір нәрселер болады ғой. Да, дейсіз де, ішіңізден. Все равно ол бүйту керек. Все равно ол бүйтсе, сонда сөйтейін деп, соны қоймасаңыз, сіз барлығына төлей бастайсыз. Түсініңіз ғой да? Әр подсознание сіздің подсознаниеңізға келіп, жаныңызға келіп айтады. Осудил меня, плати дейді. Түсініңіз ба? Осудил меня, критиканы айттың ба, плати, ты не имеешь права. Там, не знаю, ожиданияңа келіспей қалдың ба, это твои проблемы. Да, өзіңнің тізіміңді өзің өзгерт. Болмаса, тізіміме келмей тұрсың, да, келіспейсің, дезе үндемей жүре бер дальше. Нет, біздер не істейміз? Келіспей қалды ма? Жаңа айтып кеттім, да, қайталамайым. Теперь, сөйтетте әр подсознание сізден айтқан сөзіңізді мысленно болсын, ауызбен болсын, айтқан нәрселеріңіз бәрін плати дейді. Бұл не ол? Бұл сіздің бағыңыз, түсініңіз ба? Сізге келіп тұрған күнделікті бағыңыз. Сіз бере бересіз. Сіздің подсознаниеңіз не істейді? Бірінші сіздің келіп жатқан бағыңыздан алады. Сосын ол сіз егерде бір тоқтамайтын елдің бәрін критиковать ететін адам болсаңыз, онда ол сол жерден алады, болмаса сізге көшеді, сіздің денсаулығыңыздан алады, сосын денсаулық уже ан жерін кішкене бітіріп қойды, мына жерін уже бітіріп қойды деген кезде ары қарата уже как аварийный болып кететін болғасын, сіздің физически өміріңіздегі ақшаңызға тиеседі, опять-таки да, уже сізге кредитті де алғызады, қарызға да батырады. Сізді әбден өзіңізді қолыңызбен жаңағы болотаға, батпаққа батырасыз өзіңізді. Аузыңызбен, миыңызбен критиковать ет. Самое главное, сізде ол нәрсе болмау керек. Тоқтау керек сізге сол кезде не болады. Егерде тоқтап, сіз кешірім сұрасаңыз, мен сізге ағыр адамға, айтқан адамға барып, ой, мен сөйтіп айтып едім, кешір деп айтпаймын. Сіз не істей аласыз? Қарапайым нәрсе. Сіз жаңағыдай мастер-китті алып, трансформация жасап, проработка жасайсыз. Өзіңіздің жаныңыздан жаңағы боқтың бәрін шығарасыз. Сосын мен никогда кешіре алмайтын адаммын, я не умею прощать деген адамдардың құлағына алтын сырға. Если не умею прощать деп отыра берсеңіз, онда сол ботқа да отыра бересіз батпақта. Ол сізге ғана минус, ешкімге минус емес. Сіз біреуге ренжіп қалған адамыңыз сізге келіп, уже алатын алып кетті. Түсінікті ма? Сізге келіп алатын алып кетті. Сіздің ендігі шаруаңыз өзіңіздің кезінде беріп қойған энергияларыңызды қайтарып алу. Қалай қайтарасыз? Сіз либо мастер-китті сатып алып, мастер-китпен проработка жасайсыз 30-20 минуттың ішінде, және подсознаниеңізбен сөйлесіп, кетірдім ба, кетірмедім ба деп тіке біліп аласыз сол жерде. Болмаса мастер-китіңіз жоқ болса, онда ұзағырақ жол, ол А4-ді аласыз, 4 бет. 4 бетті аласыз да, бірінші бетіне әр адамды жазасыз, ол ұзақтау. Әр адам жазасыз, әкеңіз жазасыз. Ең бірінші сол кісілерден бастайсыз. Ең бірінші біздер бұл өмірде риза болудан басқа еш нәрсе жасамауымыз керек. Мысалы, адамдарға да махаббат, сыйластық, сондай болу керек.
түсіністік болу керек, себебі әр жан өзінің бір қалауымен, өзінің бір қалаған жеріне, өзінің бір қалаған денесіне келіп біткесін, оны тура сол адамды адам ретінде көрмей, мысалы жаңағы келбеті, физикалық жағы да, физический состояние, а именно оның жанын сыйлау керек та. Сол кезде сіздің бағыңыз ашылады, сол кезде сізге ақша келе бастайды, сол кезде он перестанет, сіздің жаныңыз, сіздің подсознаниеңіз перестанет всем давать в долг. Түсініңіз ба? Сіз былайша қарағанда қарызға кіресіз, анаған бересіз, почему говорят, мындай сөздер бар ғой, молчание золото дейді. Молчание золотоны көбісі қалай түсінеді? Я молчу, я там выгляжу умно, мен күшті болып отырамын, молчание, сондай молчаливый қыз екен десе, деп келін болып отыр. Олай емес. Молчание золото деген сөз, менің золотом, байлығым өзімде қалады деген сөз. Бір нәрсе айту или бір нәрсе ойлау, бір адамға байланысты нәрсені ойлап или айтқыңыз келіп баратса, ойланып, алдын ала ойланып алу керек та. Не айтайын деп жатырмын, оның подсознаниесі менен қазір бағымды алып кетпей ма, да? Мен оған аяқ астынан жаңағыдай жинап жиған шақ деп жинаған нәрсемді беріп қоймайын ба депші. Соны ойлау керек бірінші. Сосын жаңа ішімде ұстап отқан никогда в жизни не прощу. Он или она такое сделала или сделал дейтін болсаңыз, ол сонда соны как бы каждый раз, когда вы вспоминаете, каждый раз соншалықты қайтып ұстап отырсыз, соншалықты бересіз да. Ендігі мәселе, когда вы начинаете это все возвращать, қайтарып бастайсыз ғой. Мысалға сіз бүгінгі күннен бастап сіз уже қадағалап жүріңіз да, өзіңізге қадағалап жүріңіз. Не осуждайте, өсектемей қойыңыз. Не бар? Жаныңызды ыңғайсыз жағдайға қоймаңыз. Жаныңызды, өзіңіздің құдайыңызды басқа құдайлардың алдында не унижайте. Понимаете? Басқа құдайларды не унижайте, не оскорбляйте, не ставьте себя выше. Ровно мы все равны. Просто каждый адам өзінің қалаған өмірін құрып жатыр. Солай оның қазіргі жаны хочет. Все. Дәл сол лосинаны ана қыз кигісі кеп тұр. Тура сөйтіп көкпеңбек шашты бояп алғысы кеп тұр. Я не знаю, тағы не айтуға болады. В общем, дәл солай өзімен өзі өмір сүргісі келіп жүр бір қыз, там, допустим. Или бір ер адам, он сам хочет не работать, да, допустим. Или сіздің әкеңіз тура сол жаңағы жизненный опытты переживает. Сіздің шаруаңыз жаңаға 4 бетке не жазасыз? Кешіріңіз деп жазасыз. Кешіріңіз, мына үшін менде мындай ойлар болды, мындай ойлар болды деп, ол бір бетке үлкен қылып жазу керексіз. Уважаю деп жазасыз. Уважаю, жаңағы сыйлаймын мынаған, мынаған, маған тело бергеніңе, физически, да, что осы өмірге жаңағы дал шанс прожить какой-то опыт деп жазасыз, да. Сосын жақсы көрем, я жақсы көрем деген сөзбен тағы да 3-ші бет жазасыз. Сосын благодарю деп жазасыз, я разымын деп жазасыз, тағы бір бет жазасыз. Сол 4 бетті бір адамға арнайсыз. Бірінші әкеңізге арнайсыз, сосын шешеңізге арнайсыз. Одан кейінгі үйлеріңізде қандай адамдар бар? Мысалға, үлкен авторитетті ағаларыңыз, әпкелеріңіз, сіздің өміріңізге қатты бір нәрсе істеген болса, тағы бір нәрсе, барлық адамға жазып шығасыз ғой. Сол кезде сіз өзіңіздің қарызыңыз кезінде айтылған сөздеріме кешір деген кезде оның подсознаниясы, оның жаны, потому что сознание көбіне оны түсіне бермейді, да? Подсознание всегда слышит. Сол кезде сіз жаңағыдай шын ниетпен жазып, өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасайсыз. Ни в коем случае ана адамға барып, слушай, короче, кезінде сөйткенмін деп айтпайсыз. Түсініңіз бе? Ол шаруаны шешпейді. Ондайды істемеңіз керек емес. Тек өзіңізбен жұмыс жасайсыз. Сөйтіп подсознаниясы ол айтады, жарайды, сөзіңді қайтып алдың ба, онда хорошо, кезінде алған нәрсеңді қайтып берем деп айтады. Но заметьте, один факт, одна деталь.
Когда вы начинаете всех отпускать, прощать саму себя и других, прощение просить у других, что кезінде сөйтіп айтып қойдым деп, обиданы прорабатывать еткен кезде сіз ты виноват, но я тебя прощаю демейсіз. Я кезінде я виновата, то есть я сама создала, я сама изначально тебя осуждала, я сама изначально хотела это создать. Сосын барып сен маған олай істеуге болмайды дегеннен кейін сондай нәрселер істейсіз, түсіндіңіз ба? Түсіндіңіз деп ойлаймын. Көп сөйлеп кеттім. Қараңыз, сөйтесіз де содан кейін жаңағыны әр адамға істейсіз. Өміріңізде қаншалықты үлкен авторитеттер бар, сол авторитет адамдарға, жақын қандастарыңызға 4 бетпен әрбіреуіне, болмаса 4 бет жазып отырғым келмейді десеңіз, мастер-китті аласыз да обиданы прорабатывать етесіз. Сонда не болады? Фишка, деталь дедім ғой. Қараңыз, өмір сүріп жатқан осы өмірде әлі тірі адамдар, олар өздері какой-то степени тоже қарызда. Мысалға, типа айтады ғой, періште емес, біз тағы бір нәрсе деген сөздер бар ғой. Сол әр адам өзінің кезінде жаңағыдай жасап алған ботқасы бар. Ол қаншалықты кішкентай ма сізден, үлкен ба сізден, мейлің, енді сіз бардыңыз ғой, кешірім сұрап, сіздің подсознанияңызбен жаныңыз кешірім сұрағанда ол айтады, жарайды, берем қазір дейді, артына қарайды, ой, менде де жоқ екен, бірақ бүгін ертең түскен мына адамның бағынан жайлап бере бастаймын дейді, қайтарып саған. Түсіндіңіз ба? Сол үшін егерде осы өмірде әлі тірі адамдар болса, обиданы жібере салғаннан кейін байып кетпейсіз да. Оны түсіну керек, ол процесс жаңағыдай жеңіл-желпі жүреді, бірақ сіз өзі келесіз де бір нәрсеге сыйлықтан ұтасыз, тағы бір нәрсе өзіңіз байқайсыз, нәтиже резко болады, ұсақ түйекпен келе бастайды, жолыңыз болады, тағы бір нәрсе, ана жерден мына жерге біреу апарып тастайды, тағы бір сондай бір жолыңыз болғыш адам болып кетесіз, потокқа кіресіз, түсіндіңіз ба? Энергияңыз, бағыңыз қайтадан бұрын соңды бір кездесе алмай жүрген адамдарыңызбен кездесіп кетіп, жұмыста бір проекттеріңіз жүріп кетіп, бизнесте тағы бір нәрсеңіз, кредитіңіз тез жабылып бастайды. Егер осы өмірде болмай ата-анаңыз жоқ адам болсаңыз, мысалға ата-бабаларыңыз, әже аталарыңыз кетіп қалған болса, ол кісілерге отдельно проработка жасағанда, олар кетіп қалған жандар болғасын, сізге олардың байлығы өте көп, сізден күтіп отыр. Да, қашан ана вспомнит, когда он там догадается, сондай элементарный, қашан сөзін қайтарып алады дегенді күтіп отыр. Егер сіз солардан сөйтіппін деп хат жазып, или проработка жасап, қайтадан қарызыңызды сұрайтын болсаңыз, кешірім өтінемін деп, оның жаны сізге сразу құйып береді, кеткен адамдар сразу береді. Қаншалықты сіз соған қарыз болдыңыз, мұншалықты, соны сізге сразу береді. Түсіндіңіз ба? Сол кезде сондай бір не болады, келесі күні тұрдыңыз, үй ұтып алдыңыз, сондай мәселеге дейін болады да, мысалы бірінші орын алып кетті, или балаңыз тағы бір нәрсе болды. Ну, то есть такой көзге көрінетін мол нәрсе бірден келетін болады да. Ол жаңағыдай кеткен адамдардан болады. Бірақ осы өмірде бар адамдардан сұрайтын болсаңыз, ондай мол нәрсе сразу келмейді, потому что осы жерде өмір сүріп жүрген адамдардың көбісі біздің қазіргі дамып жатыр қой, но көбісі білмейді, обида нені ұстап тұрғанын білмейді да. Ол сіздің обиданы кетіру керек, достар. Обида деген сіздің бағыңызды жауып тұрған смола. Ол смола қайдан жиналады? Кірлас болып әбден. Ол өсектеуден жиналады, осуждениеден жиналады. Сіздің тізіміңізден жиналады. Ожидание. Мынандай болу керек. Нет, почему ты такое сделал? Неге сен ондайсың? Ондай болмау керексің сен. Сен қыз емессің бе, сен жігіт емессің бе дегеннен басталады, достар. Сол үшін ондай тізімдеріңізді жайлап алып тастап үйреніңіз. Қаншалықты сіздің қолыңыздан келе бастайды соның барлығы. Ол мүлдем, конечно, бір күнде болмайды, бірақ сіз бір жеті ойланып қарайсыз, ол сізге сіңеді, оны сіз түсінесіз, жайлап қысқарта бастайсыз, сосын привычка болады сізге, әдетіңіз. Уже өсектеңіз келмейді, ол жақ дұрыс емес. Бір нәрсе айтайын деп атасыз да,
сразу қоя қоясыз. Сөйтеді сіздің бағыңыз жайлап, өзіңіздің қолыңызға келіп, жолыңыз ашылып, кредиттеріңіз мүлдем болмайды. Жаңа кредит айттым ғой, қарыз алады да, сосын физический өмірге шығып кетеді де, айдар сосын сізге кредит алғызады, қарызға батқызады, тағы бір нәрсе. Оның бәрін өзіңіз деп отырасыз, түсіндіңіз бе? Вот почему сіздің өміріңіз сіздің қолыңызда. Сізге обида туралы сәл-пәл болса да бір нәрсе түсіндірдім. Сол үшін не ставьте свои копейки, да? Ну, я думаю, что сен бүйтсең күшті болады деген копейкаңызды салмаңыз, бермеңіз. Зачем? Сосын молчание золото дейді. Өзіңіздің байлығыңызды өзіңізге. Сосын бір андай жаңалық, что біреу сізді әңгімелейтін болса, біреу сізді критиковать ететін болса, көзіңізше болсын айқайлап, болмаса сыбыстар еститін болсаңыз, оның барлығы біліп жүріңіз, ол адам сізге төлеп жатыр. Понимаете? Сізге төлеп жатыр. Дәл қазір өзінің байлығын, өзінің бағының бір бөлшегін алып, сізге беріп жатыр. Егер ол кішкене ғана сөз айтса, кішкене берді копейка деген сөз. Егер сұмдық прям жүректі жаралайтын бір нәрсе айт деп, жұрттың бәрі дейтін болса, сізге сіз мүлдем көңіліңіз түспеу керек, себебі соншалықты зор бөлшегін, бағының өзін сізге бүйтіп мойныңызға лақтырып беріп жіберіп жатыр. Сол үшін ешқандай кезде күрсінбеңіз дегім келеді. Және өзіңіздің бойыңызда обида болса, сразу дәл қазір қағазды аласыз да бұрқыратып жазып бәрін жіберіңіз, керек емес. Батпақтан шығыңыз дегім келеді. Сол достар. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тағы да кездесеміз. Сау болыңыздар.